Құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Бүгін сіздерді жүрекке әсер ететін, өмірден алынған әсерлі оқиға күтіп тұр. Тыңдап болған соң, пікірімізді қалдырып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше әңгімені бірге тыңдайық. Ақбаян терезенің алдында ұзақ тұрды. Сыртта күздің салқын жаңбыры жауып тұр еді. Терезеден сырғып түскен тамшылар оның көңіліндегі мұңға ұқсайтын. Бір кезде бұл үйде күлкі көп болатын. Осы үйде 20 жылға жуық уақыт бұрын жас келін болып кірген Ақбаян алғаш табалдырық аттағанда жүрегі үмітке толы еді. Ол Ғалымжанды шын сүйді. Ғалымжан сол кезде қарапайым ғана жігіт болатын. Үлкен армандары бар, еңбекқор, мейірімді адам еді. Ақбаян, мен сені ешқашан жылатпаймын. Саған бақытты өмір сыйлаймын деген еді. Ол үйлену тойының алдында. Ақбаян сол сөздерге сенді. Ол үшін бақыт деген қымбат заттар емес, сүйген адамының жанында болу еді. Жылдар өтті. Олар бірге талай қиындықтарды жеңді. Ақбаян Ғалымжанның жанында болды. Ол жұмыссыз қалған кездерде де, қиын кезеңдерде де қолдау көрсетті. Бірақ уақыт өте келе Ғалымжан өзгерді. Бұрын жұмыстан шаршап келсе де, әйелінің жағдайын сұрайтын. Ақбаян, бүгін қалайсың? Күнің қалай өтті? Ал кен әзір? Тамақтайын ба? Киіміңді дайындап қойшы. Мен шаршадым, мазамды алма. Осы сөздер олардың миінде жиі естілетін болды. Ғалымжан, бүгін сені күттік. Балалармен бірге кешкі ас ішсек деп едім. Ақбаян күйеуіне жай ғана қарап айтты. Ғалымжан телефонынан көз алмай. Ақбаян, менің уақытым жоқ екенін білесің ғой. Сенің отбасыңа да уақытым жоқ па? Ғалымжан ауыр күрсінді. Тағы бастамашы. Сен бәрін қиындатасың. Осы бір ауыз сөз Ақбаянның жүрегін ауыртты. Өйткені ол ешқашан қиындық жасағысы келген емес. Ол тек бұрынғы Ғалымжанды сағынатын. Сол күні кешке Ғалымжан тағы да кеш келді. Сағат түнгі 12-ден асып кеткен. Ақбаян ұйықтап жатқандай болып жатты. Есік ашылды. Ғалымжан ақырын кірді. Оның үстінен бөтен иіс сезілді. Ақбаян көзін жұмып жатса да, жүрегі бәрін сезіп тұрды. Мүмкін емес. Ғалымжан олай жасамайды. Ол өзін жұбатқысы келді. Бірақ әйел жүрегі кейде ақылдан бұрын шындықты сезеді. Ал Ғалымжанның өмірінде Әсия пайда болған еді. Әсия 25 жастағы жас қыз болатын. Ол Ғалымжан жұмыс істейтін компанияда қызмет ететін. Басында олардың қарым-қатынасы тек жұмыс туралы еді. Бірақ бір күні Әсия: Ғалымжан мырза, сіз өте ерекше адамсыз. Сізбен сөйлескенде өзімді қауіпсіз сезінемін деді. Бұл сөздер Ғалымжанға әсер етті. Себебі соңғы жылдары ол үйінде өзін бағаламайтын сияқты сезінетін. Әсия оның әр сөзін тыңдайтын. Әсия оның әзілдеріне күлетін. Әсия оған өзім қайтадан жас сезінуге мүмкіндік бергендей болды. Ал Ғалымжан бір нәрсені ұмытып кетті. Оны дәл осындай күндері жанында болған адам Ақбаян еді. Бір күні Ақбаян кездейсоқ күйеуінің телефонынан хабарлама көріп қалды. Бүгін кездескенімізге қуаныштымын. Сізбен өткізген әр сәт мен үшін ерекше. Ақбаянның қолы дірілдеп кетті. Телефонды қайта орнына қойды. Ол жылаған жоқ. Кек үнсіз отырды. Өйткені кейде адамның жүрегін ең қатты ауыртатын нәрсе шындықты білу емес. Сол шындыққа қанша уақыт бойы сенбей келгенің еді. Сол түні Ақбаян айна алдына барып ұзақ тұрды. Айнадағы әйел бұрынғыдай емес еді. Оның көзінде мұң бар. Бірақ сол мұңның артында әлде күш бар болатын. Ол ақырын ғана: Мен қай жерде жоғалып кеттім деп сыбырлады. Ол әлі білмейтін, бұл түн оның өміріндегі ең ауыр кезеңнің басы ғана екенін. Бірақ тағдыр оған әлі бір адамды кездестіреді. Ол адам Ақбаянның жараланған жүрегін қайтадан жылытатын еді. Оның аты Данияр болатын. Ақбаян сол түннен кейін бұрынғыдай болмады. Ол Ғалымжанға қарап, бұрынғыдай сеніммен қарай алмайтын болды. Күйеуі үйге кірген сайын жүрегі біртүрлі ауыратын. Бірақ ол ештеңе сұрамады. Өйткені кейде әйел адам шындықты білмей жүргенде емес, бәрін біліп тұрып, үндемегенде қатты қиналады. Ақбаян әлде отбасының бұзылғанын қаламады. Ол 20 жылдық некесін, бірге өткізген күндерін бір сәтте жоққа шығара алмады. Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс істемеген шығармын. Мүмкін мен өзімді әйел ретінде ұмытып кеткен шығармын, деп ойлайтын ол. Бірақ оның жүрегінің түбінде бір сұрақ мазалай берді. Мен оған сонша жылымды арнадым. Сонда менің орнымды бір күнде басқа адам баса алды ма? Ал Ғалымжан болса, бәрі бұрынғыдай болып кеткендей өмір сүріп жүрді. Ол үйде үнсіз, салқын,
Ал жұмыста ол мүлдем басқа адам еді. Әсияның жанында ол күлетін, Әсия оның әр әңгімесін қызығып тыңдайтын. Ғалымжан аға, сіз неге әрқашан мұңайып жүресіз? Деді бір күні Әсия. Ғалымжан таңырқап қарады. Мұңайып жүрмін де. Иә, сырт көзге бәрі жақсы сияқты, бірақ көзіңізден шаршаған адамды көремін. Бұл сөз Ғалымжанға әсер етті. Себебі соңғы жылдары ешкім оған бұлай қарамаған еді. Ол өзін түсінетін адамды тапқандай сезінді. Бірақ ол Әсияның жанында жүрген сайын бір нәрсені ұмыта берді. Оны қиын күндерде жалғыз қалдырмаған әйелді. Бір күні кешке Ақбаян күйеуін күтіп отырды. Үстел үстінде екі адамның кешкі асы дайын тұрды. Сағат 9 болды. 10 болды. 11 болды. Ғалымжан әлі келген жоқ. Ақбаян телефонға қарады. Хабарлама жоқ. Бұрын ол ашуланатын, қазір тек шаршайтын. Түн ортасында есік ашылды. Ғалымжан кірді. Неге күттім? Деді ол. Ақбаян үнсіз қарап отырды. Сен бұрын мені күтіп отыратын едім. Ғалымжан күрсінді. Ақбаян, өткенді қазбалай бермеш. Осы сөзден кейін Ақбаянның жүрегі шімете қалды. Өйткені Ғалымжан үшін олардың өткен өмірі жай ғана өткен болып қалған еді. Ал Ақбаян үшін ол бүкіл өмірі болатын. Келесі күні Ақбаян құрбысы Айманмен кездесті. Айман оның жүзіндегі өзгерісті бірден байқады. Ақбаян, саған не болды? Бұрынғыдай емессің? Ақбаян күлімсіреуге тырысты. Ештеңе болған жоқ. Мен алдама, мен сені 20 жылдан бері білемін. Ақбаян көзін төмен түсірді. Кейде адам бір үйде тұрып, жалғыз болып қалады екен. Айман оның қолын ұстады. Сен өзіңді жоғалтып алма. Бұл сөз Ақбаянның есінде қалды. Сол күні тағдыр оған күтпеген кездесу дайындап қойған еді. Ақбаян жұмыс іздеп жүрген. Өйткені ол өмірін қайта бастағысы келді. Ол қаладағы шағын компанияға сұхбатқа барды. Кабинетке кіргенде алдынан сабырлы, жылы жүзді ер адам шықты. Сәлеметсіз бе? Мен Даниярмын. Ақбаян. Данияр оның көзіне бір сәт қарап тұрып қалды. Себебі ол бұл әйелдің жүзінен бір нәрсені байқады. Күлімсірегенімен ішінде үлкен мұң бар еді. Сіз бұрын көп нәрсені бастан өткерген сияқтысыз. Ақбаян таңғалып қарады. Неге олай ойладыңыз? Данияр жай ғана жымиды. Кейбір адамдардың көздері олардың айтпаған әңгімесін айтып тұрады. Ақбаян алғаш рет ұзақ уақыттан кейін өзін біреудің түсінгенін сезінді. Ал сол уақытта Ғалымжан мен Әсияның арасы жақындай түсті. Әсия оған: "Сізбен сөйлескенде өзімді ерекше сезінемін." Ғалымжан үндемеді. Ол бұл сөздерді естігісі келді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде бір мазасыздық пайда болды. Өйткені ол бір нәрсені сезе бастады. Кейде адам жаңа сезімге қуанып жүріп, қолындағы ең қымбат нәрсесін жоғалтып алады. Ал Ақбаянның өмірінде жаңа бір есік ашылып келе жатты. Ол есіктің ар жағында оны қандай тағдыр күтіп тұрғанын әлі ешкім білмейтін. Ақбаян бірнеше күн бойы өзін қойырға жер таппады. Ол Ғалымжанның өзгергенін бұрыннан сезетін, бірақ жүрегі әлде соңына дейін сенгісі келмеді. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын. Мүмкін ол қызбен арасында ештеңе жоқ шығар. Ақбаян өзім осылай жұбатуға тырысты, бірақ әйел жүрегі алданбайды. Күйеуінің әрбір кеш келуі, телефонды жасырып ұстауы, бұрынғыдай көзге қарамауы, бәрі бір нәрсені айтып тұрғандай еді. Бір күні Ақбаян Ғалымжанның телефонынан Әсияның өмірін көріп қалды. Ұзақ уақыт бойы экранға қарап отырды. Қолдары дірілдеді. Ол ашуланбады, айғайламады. Тек ішіндегі ауыр сезіммен күресті. Сол сәтте оның ойына бір шешім келді. Ол Әсиямен сөйлесу керек еді. Келесі күні Ақбаян Әсия жұмыс істейтін жерге барды. Ғалымжан сол күні тіс дәрігеріне кеткен болатын. Жас қыз оны көргенде бірден таныды. Өйткені Ғалымжанның отбасылы екенін ол білетін. Сіз Ақбаян апайсыз ба? Ақбаян оның көзіне тіке қарады. Иә, мен Ғалымжанның әйелімін. Әсияның өңі өзгеріп кетті. Бірнеше секунд екеуде үнсіз тұрды. Сізбен сөйлескім келеді. Әсия ақырын ғана басын изеді. Кафеде екі әйел қарама-қарсы отырды. Ақбаян Әсияға ұзақ қарады. Ол ашумен келмеген еді. Ол тек жауап іздеп келген. Сіз Ғалымжанды жақсы көресіз бе? Әсия үнсіз қалды. Иә, деді ол ақырын. Бұл сөз Ақбаянға ауыр тиді. Бірақ ол көз жасын көрсетпеді. Сіз оның әйелі бар екенін білдіңіз бе? Әсия басын төмен түсірді. Білдім. Ақбаянның жүрегі ауырды.
Онда неге? Әсияның көзінен жас шықты. Мен оны әдейі іздеген жоқпын. Ол өзі маған жақын болды. Ол үйінде өзін жалғыз сезінетінін айтты. Ақбаян үнсіз қалды. Өйткені бұл сөздерді есту одан сайын ауыр еді. Демек ол менімен емес, басқа біреумен өзінің мұңын бөліскен. Бір сәт үнсіздіктен кейін Ақбаян жай ғана айтты. Әсия, иә, мен сізден бір нәрсе сұраймын. Әсия оған қарады. Ғалымжанды менің өмірімнен алып кетпеңіз. Әсияның көзіне жас толды. Ақбаян жалғастырды. Мен онымен 20 жыл бірге болдым. Мен оның қиын күндерін көрдім. Оның арманына сендім. Балаларын дүниеге әкелдім. Оны менен тартып алғаныңызды қаламаймын. Ол аз ғана кідірді. Менің отбасымды да бір күнде бұзуға жол бере алмаймын. Әсия үнсіз отырды. Өйткені алғаш рет ол Ғалымжанның артында жай ғана әйел емес, бүкіл өмірін бірге өткізген адамның отырғанын түсінді. Кешке Ақбаян үйге келгенде Ғалымжан оны күтіп отыр екен. Қайда болдым? Ақбаян оған қарады. Бұрынғыдай қорқып немесе жылап тұрған жоқ. Оның көзінде қайғы болса да, бұрынғыдан да үлкен шешім бар еді. Әсиямен кездестім. Ғалымжан орнынан тұрып кетті. Не? Иә, мен дәрін білемін. Бөлме іші үнсіздікке толды. Ғалымжан алғаш рет әйелінің қаншалықты ауыр жаралғанын түсінгендей болды. Ақбаян, жоқ Ғалымжан, енді сен тыңда. Оның даусы дірілдегенімен сөзі анық еді. Мен сен үшін өзімді жоғалттым. Бар өмірімді саған арнадым. Ал сен? Сол түні Ғалымжан алғаш рет өзін бұл үйде ыңғайсыз сезінді. Ол екі оттың арасында қалып қойғандай күй кешті. Бір жағынан Ақбаянға деген махаббаты сөнгендей болды. Бір жағынан мәңгі жоғалтып алудан қорықты. Ал Ақбаян болса, өміріндегі ең қиын шешімнің алдында тұрды. Күйеуін кешіре ме? Әлде жүрегін тыңдап, жаңа өмір бастай ма? Ақбаян жастығын құшақтап жатып, бір ғана нәрсені ойлады. Мен не үшін күресіп жүрмін? Күйеу үшін бе? Балалар үшін бе? Әлде 20 жылдық өмірін босқа өткізген болмас үшін бе? Ол нақты жауабын таба алмады. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ғалымжанның жүрегі бұрынғыдай оған киесілемес сияқты болатын. Ертеңіне кешке Ғалымжан үйге келгенде, Ақбаян оны күтіп отырды. Үстелде ас дайын тұрды. Бұрынғы жындардағыдай, бірақ бұл жолы олардың арасында жылулық жоқ еді. Кек ауыр үнсіздік. Ғалымжан? Иә, біз сөйлесуіміз керек. Ғалымжан оның жүзіне қарады. Ол бәрін сезгендей еді. Әсиямен кездесіп келдің бе? Ақбаянның жүрегі шым етті. Иә. Ғалымжан терең дем алды. Ақбаян, мүмкін біз осының бәрін тоқтатуымыз керек шығар. Бұл сөзді естуге Ақбаян дайын емес еді. Нені? Ғалымжан көзін төмен түсірді. Осын екені. Бөлме іші тып-тыныш болып кетті. Ақбаян ұзақ уақыт күйеуіне қарап отырды. Сен ажырасқың келе ме? Ғалымжан үнсіз қалмады. Иә. Бұл жауап Ақбаянның жүрегін қақ айырғандай болды. Неге Ғалымжан? Оның даусы дірілдеп шықты. Мен саған не істедім? Ғалымжан күрсінді. Мәселе сенде емес. Онда неде? Ол біраз үнсіз отырды да, мен өзімді бұл өмірде бақытты сезінбеймін. Ақбаянның көзінен жас ақты. 20 жыл бірге тұрғаннан кейін осылай айтасың ба? Ақбаян, мен сені жаман әйел болдың деп айтпаймын. Ғалымжанның даусы сабырлы еді. Сен жақсы әйел болдым. Балаларға жақсы ана болдым. Үйді сақтадым. Ол кідірді. Бірақ менің жүрегім өзгерді. Ақбаян бұл сөздерді қабылдай алмады. Сонда менің саған деген махаббатым ше? Білмеймін. Мен сені қиын кездерде тастамадым. Білемін. Мен сен үшін бәрінен бас тарттым. Ғалымжан көзін жұмды. Мен оны бағалаймын. Бірақ сүймейсік. Ғалымжан жауап бермеді. Оның үнсіздігі бәрінен ауыр болды. Әсияға байланысты ма? Ақбаян бұл сұрақты әрең қойды. Ғалымжан бірден жауап бермеді, бірақ кейін жай ғана айтты. Иә, оның жанында мен өзімді басқа адам сияқты сезінемін. Ақбаян жылап жіберді. Ал менің жанымда ше? Ғалымжан ауыр күрсінді. Сенің жаныңда мен өткен өмірімді көремін.
Бұл сөз Ақбаянға қатты батты. Өйткені ол үшін өткен өмір ең қымбат жылдар еді, ал Ғалымжан үшін ол аяқталған кезең сияқты болатын. Сол түні Ақбаян жалғыз қалды. Ол үйдің әр бұрышына қарады. Осы қабырғаларда олардың күлкісес болды. Осы жерде балалары өсті. Осы жерде ол Ғалымжанның «мен сені ешқашан тастамаймын» деген сөздеріне сенді. Бірақ адамдардың сөзі кейде өзгереді, сезімі сияқты. Ал Ғалымжан болса, сол түні Әсияға хабарласты. «Біз бәрін шешуіміз керек». Әсия үнсіз тыңдады. «Мен Ақбаянға айттым». Әсияның жүрегі дүрсілдеп кетті. Сонда Ғалымжан терезеден қалаға қарады. «Мен жаңа өмір бастағым келеді». Бұл шешім оған жеңілдік бергендей болды. Ол енді екі өмірдің арасында қалғысы келмеді. Бірақ ол бір нәрсені әлі түсінбеген еді. Адам бір махаббаттан қашып, екіншісіне жүгіргенде, өткен өмірдің жаралары бірге еріп жүреді. Ал Ақбаян, ол алғаш рет күйеуін қайтару үшін емес, өзін жоғалтпау үшін күресуге шешім қабылдай бастады. Осы кезде оның өміріне Данияр қайтадан кіреді. Бірақ бұл жолы жай таныс ретінде емес, жүрегіндегі бос орынды байқап қалған адам ретінде. Ақбаян таңертең оянғанда бірнеше секундқа бәрін ұмытып қалды. Көзін ашқан сәтте ол бұрынғыдай Ғалымжанның жанында жатқанын сезгендей болды. Бірақ бір сәттен кейін кешегі әңгіме есіне түсті. «Мен жаңа өмір бастағым келеді». Осы сөз оның жүрегін қайта ауыртты. Ақбаян орнынан жай көтерілді. Айна алдына барып ұзақ тұрды. Ол бұрынғы Ақбаянды іздегендей еді. Бір кездері өзіне сенімді, көңілді, арманы көп әйел болатын. Ал қазір айнадан шаршаған, бірақ әлі де махаббатқа сенгісі келетін әйел қарап тұрды. «Мен қай жерде қателестім?» деп сыбырлады ол. Бірақ жүрегінің түбінде бір жауап бар еді. Мәселе оның жеткіліксіз болғанда емес. Кейде адам қанша жақсы көрсе де, екінші адамның жүрегін ұстап қала алмайды. Ғалымжан таңғы асқа отырғанда үйдегі үнсіздікті өзі де сезді. Бұрын Ақбаян оның әрбір қимылына назар аударатын, ал қазір ол тек өз шайын ішіп отырды. «Ақбаян, иә, мен сені ренжіткім келмейді». Ақбаян жай ғана күлді, бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. «Сен мені ренжітіп қойдың, Ғалымжан». Ол үнсіз қалды. «Бірақ ең ауыры, сенің мені тастап кетуің емес». Ақбаян оған қарады. «Ең ауыры, сенің мені баяғыдағы жүрегімнен шығарып қойғаныңды енді түсінгенім». Ғалымжан көзін тайдырды. Өйткені бұл сөзде шындық бар еді. Бірнеше күннен кейін Ғалымжан Әсиямен кездесті. Әсия оны күлімсіреп қарсы алды. Бірақ оның да ішінде қорқыныш бар еді. «Шынымен, бәрі аяқталды ма?» Ғалымжан басын изеді. «Иә». «Сен өкінбейсің бе?» Ғалымжан біраз үнсіз отырды. «Мен көптен бері осы шешімді ойладым». Әсия оның қолын ұстады. «Біз бақытты боламыз ба?» Ғалымжан оған қарады. «Болуға тырысамыз». Бірақ оның даусында бұрынғы сенімділік жоқ еді. Өйткені жаңа өмір бастау оңай көрінгенімен, артта қалған адамның көз жасын ұмыту қиын болатын. Ал Ақбаян өмірін өзгертуге тырыса бастады. Ол бұрын тек үй, күйеу, отбасы үшін өмір сүрген еді. Енді алғаш рет өзі туралы ойлай бастады. Жаңа жұмыс, жаңа орта, жаңа адамдар. Осы өзгерістердің ішінде ол Даниярмен қайта кездесті. «Сіз өзгеріп кетіпсіз», деді Данияр. Ақбаян таңырқап қарады. «Қалай?» «Бұрын көзімізде қорқыныш бар еді». «Ал қазір?» Данияр жымиып. «Қазір мұң бар. Бірақ мұңның артында күш пайда болған». Ақбаян үнсіз қалды. Ол ұзақ уақыттан бері біреудің оған әйел ретінде емес, адам ретінде қарағанын сезбеген еді. Бір күні Данияр Ақбаянды жаңбыр астында жалғыз тұрған жерінен көрді. Ол қол шатырын ұсынып, «Ауырып қаласыз?» Ақбаян жымиып. «Рахмет». «Сіз үнемі бәрін жалғыз көтеруге үйреніп қалғансыз ба?» Бұл сұрақ Ақбаянды ойландырып жіберді. «Мүмкін». Данияр жай ғана айтты. «Кейде күшті болу деген бәрін жалғыз көтеру емес». Ақбаян алғаш рет оның жанында өзін тыныш сезінді. Сол кеште Ғалымжан үйге келді. Ол бөлмелерге қарап шықты. Бұл үйде енді бұрынғы жылулық жоқ еді. Ақбаян алыстап бара жатты. Бірақ бұл жолы ол оны ұстап қалу үшін емес, өзі үшін өмір сүре бастады. Ғалымжан алғаш рет бір нәрсені түсінді. Ол Ақбаяннан айырылуға өзі шешім қабылдаған. Бірақ әйелінің жүрегіндегі орнын жоғалту
мүлде басқа нәрсе еді. Ал Әсия болса, жаңа өмір бастаймыз деп ойлады. Бірақ ол да білмейтін. Біреудің 20 жылдық отбасынан шыққан ер адаммен жаңа бақыт құру, ойлағандай оңай болмайтынын. Өткеннің көлеңкесі олардың артынан әлі еріп келе жатты. Ғалымжан үйден кеткен күн Ақбаян үшін өміріндегі ең ауыр күндердің бірі болды. Ол есіктің жабылған дыбысын ұзақ тыңдап тұрды. Бір кездері осы есіктен Ғалымжан күліп кіретін. «Ақбаян, мен келдім». Осы бір ауыз сөзді есту үшін ол талай жыл күткен еді. Ал енді сол дауыс бұл үйде енді болмайтын. Ақбаян көз жасын сүртті. Бірақ ол бұл жолы бұрынғыдай жылап өзін жоғалтпады. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Адамды ұстап қалуға болады, бірақ оның жүрегін мәжбүрлей алмайсың. Ғалымжан жаңа пәтерге көшті. Әсия онымен бақытты боламыз деп сенді. Ол жаңа үйдің әр бұрышын қуанышпен қарап шықты. «Біз енді бәрін жаңадан бастаймыз», деді Әсия. Ғалымжан күлімсіреді. «Иә». Бірақ оның күлкісінде бұрынғыдай еркіндік жоқ еді. Өйткені жаңа өмір бастау үшін тек жаңа үй жеткіліксіз. Кейде адамның ішінде де жаңа өмір басталуы керек. Алғашқы күндері бәрі жақсы сияқты көрінді. Әсия Ғалымжанға қамқор болды. Оның сүйікті тағамдарын дайындады. Кешке оны күтіп отырды. «Көрдіңіз бе, біз бақыттымыз», деді ол. Ғалымжан оның жүзіне қарап. «Иә». Бірақ сол «ияның» ішінде бір күмән бар еді. Бір күні кешке Әсия: «Ғалымжан, біз қашан ресми түрде үйленеміз?» деп сұрады. Ғалымжан үнсіз қалды. Әсия оның жүзінен жауап іздеді. «Сіз әлі де Ақбаян туралы ойлайсыз ба?» «Жоқ», Ғалымжан бірден жауап берді. Бірақ өзі де бұл сөзге толық сенбеді. Әсия мұны байқады. «Ғалымжан, мен сіздің өткеніңіздің көлеңкесінде өмір сүргім келмейді». Бұл сөз оның жүрегіне тиді. Өйткені Әсия дұрыс айтқан еді. Ол жаңа өмір бастағысы келген, бірақ ескі өмірдің есігін толық жаппаған еді. Ал Ақбаян болса күн сайын өзгеріп келе жатты. Ол жұмысқа барды, өзіне уақыт бөле бастады. Бұрын ол өзіне жаңа киім алуды да ойламайтын. Қазір ол айнаға қарап, «Мен де бақытты болуға лайықпын» деп айтатын болды. Данияр оның өзгерісін бірінші байқады. Бір күні олар жұмыстан кейін бірге отырды. «Ақбаян, сіз бүгін ерекше күліп отырсыз». Ақбаян таңырқап: «Рас па?» «Иә, бұрын сіз үнемі бір нәрсені жоғалтып алған адам сияқты едіңіз». Ақбаян төмен қарады. «Мен шынымен де бір нәрсені жоғалттым». Данияр үнсіз тыңдады. «Бірақ енді түсіндім. Кейде жоғалтқан нәрсең сені өзіне қайтарады екен». Бұл сөз Даниярға ұнады. Ол Ақбаянға аяушылықпен емес, құрметпен қарай бастады. Бір күні күтпеген жерден Ақбаян мен Ғалымжан кездесіп қалды. Көшеде. Екеуі бір-біріне қарап тұрып қалды. Бір кезде олар бір-бірінсіз өмір сүре алмаймыз деп ойлаған, ал қазір екі бөтен адам сияқты еді. «Қалайсың?» деді Ғалымжан. «Жақсымын». Ғалымжан оның жүзіне қарады. Ақбаян өзгерген. Бұрынғыдай жылап, оны қайтаруға тырыспады. «Сен бақыттысың ба?» деп сұрады ол. Ақбаян біраз ойланып: «Мен енді бақытты болуды үйреніп жүрмін». Бұл жауап Ғалымжанды ойландырды. Сол кеште Ғалымжан үйіне келгенде көңілсіз болды. Әсия оны бірден байқады. «Не болды?» «Ақбаянды көрдім». Әсияның жүзі өзгерді. «Ол қалай екен?» Ғалымжан үнсіз қалды. Сосын жай ғана: «Ол менсіз өмір сүріп, үйреніп жатыр екен». Бұл сөз Әсияға ауыр тиді. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Ғалымжан Ақбаянды сүймеймін дегенімен, олардың 20 жылын бір күнде өшіре алмайды. Ал Ақбаян сол түні терезе алдында тұрды. Бұрын ол өткенін ойлап жылайтын, ал қазір ол болашағын ойлай бастады. Ол әлі Даниярдың оның өмірінде қандай орын алатынын білмейтін, бірақ жүрегі ұзақ уақыттан кейін алғаш рет тыныштық тапқан еді. Ғалымжан соңғы күндері өзін бұрынғыдай еркін сезіне алмады. Бір кездері ол жаңа өмір бастасам, бәрі өзгереді деп ойлаған. Ол Ақбаянмен бірге өткізген жылдары оны шаршатты деп сенді. Ол өзін түсінбеген әйелдің жанында өмір сүріп келдім деп ойлады. Ал қазір ол жалғыз қалған сәттерде өткен өмірі есіне түсетін болды. Ақбаянның таңертең шай дайындағаны, балалардың күлкісі, үйдегі қарапайым бірақ жылы сәттер. Бірақ ол бұл ойларды өзінен қуып жіберуге тырысты. «Мен таңдауымды жасадым» деп қайталайтын ол. Ал Әсия болса, Ғалымжанның өзгергенін сезді. Бұрын ол оны көргенде жүзі жадырап кететін. Қазір кейде үнсіз ойға батып отыратын.
Бір күні кешке Әсия шыдай алмады. Ғалымжан, иә, сіз менімен бірге жүрсіз бе? Әлде тек Ақбаяннан қашып жүрсіз бе? Бұл сұрақ Ғалымжанды үнсіз қалдырды. Неге олай ойлайсың? Әсияның көзіне жас толды. Өйткені кейде сіздің денеңіз менің жанымда болғанымен, ойыңыз басқа жерде сияқты. Ғалымжан ауыр күрсінді. Әсия, мен сені таңдадым. Онда неге әлі де өткен өмірім туралы ойлайсың? Ғалымжан жауап бере алмады. Ал Ақбаян өмірін жаңа бағытқа бұрып келе жатты. Ол енді әр күнді Ғалымжанды күтіп өткізбейтін, жұмысына жауапкершілікпен қарайтын, өзінің армандары болғанын қайта еске түсірді. Бір күні Данияр оған кітап сыйлады. Бұл сізге ұнайды деп ойладым. Ақбаян кітапты қолына алды. Неге маған сыйлық бердіңіз? Данияр жымиды. Өйткені сіз үнемі басқаларға қамқор болдыңыз, бірақ өзімізге ешкім қамқорлық жасамаған сияқты. Бұл сөз Ақбаянды толқытты. Себебі ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет біреудің оны әйел ретінде ғана емес, жүрегі бар адам ретінде көргенін сезді. Бірақ Ақбаян әлі де Ғалымжанды толық жібермеген еді. Оны жек көре алмады. Өйткені махаббат бір күнде өшпейді. Ол тек басқа сезімге айналады. Бірде ол Даниярға: «Мен бұрынғы өмірімді ұмыта алмаймын». Данияр тыныш қана жауап берді: «Мен сізден ұмытым іздеп сұрамаймын». Ақбаян оған қарады. «Өткеніміз сіздің бір бөлігіміз. Мен тек болашағыңызда орын болса екен деймін». Бұл сөздер Ақбаянның жүрегіне жетті. Сол күні Ғалымжан мен Ақбаян тағы кездесті. Бұл жолы Ғалымжан өзі сөйлескісі келді. «Ақбаян, балалар туралы сөйлесейік». «Жақсы». Бірақ ол бұрынғыдай оның әр сөзінен үміт іздемеді. Бұл Ғалымжанға ауыр тиді. «Сен қатты өзгеріп кетіпсің». Ақбаян жай ғана: «Мен өзгерген жоқпын». Ол аздап кідірді. «Мен тек енді өзімді жоғалтпаймын». Ғалымжан үнсіз қалды. Кешке Ғалымжан Әсияға барды. Әсия оны күтіп отыр еді. «Біз бақыттымыз ба?» деп сұрады ол. Ғалымжан таңғалып: «Неге сұрайсың?» Әсия терезеге қарап: «Өйткені кейде мен біреудің орнын басқандай сезінемін». Ғалымжанның жүрегі ауырды. Ол алғаш рет түсінді. Ол Ақбаянды ғана емес, Әсияны да қиын жағдайға қалдырған еді. Ал сол түні Ақбаянға Даниярдан хабарлама келді. «Ертең кешке уақытыңыз болса, бірге кешкі ас ішсек деймін». Ақбаян экранға ұзақ қарады. Бұрын ол мұндай ұсыныстан қорқатын, өйткені жүрегі әлі жаралы еді, бірақ бұл жолы ол алғаш рет күлімсіреді. Өйткені ол түсінді, өмір аяқталған жоқ. Кейде ең үлкен қайғыдан кейін адам өзін қайта табады. Ал жүрек қайтадан сүюді үйрене алады. Ақбаян ұзақ уақыт бойы Даниярдың хабарламасына қарап отырды. «Ертең кешке уақытыңыз болса, бірге кешкі ас ішсек деймін». Қарапайым ғана сөздер, бірақ Ақбаян үшін бұл сөздердің мағынасы ерекше еді. Өйткені соңғы жылдары оған ешкім жай ғана «Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай?» деп сұрамаған еді. Барлық одан бір нәрсе күтетін: балаларға ана болуын, үйдің берекесін сақтауды, күйеуінің жағдайын жасауды. Ал Данияр алғаш рет оның өзіне көңіл бөлді. Келесі күні Ақбаян кездесуге баруға дайындалды. Ол шкафын ашып ұзақ тұрды. Бұрын ол киімді Ғалымжан үшін таңдайтын. Оған ұнай ма, маған жараса ма деп ойлайтын. Ал бүгін ол алғаш рет мен өзімді қалай сезінемін деп ойлады. Ол қарапайым, бірақ әдемі киім таңдады. Айнаға қарап ақырын жымиды. Бірнеше жылдан кейін алғаш рет ол өзіне ұнады. Данияр оны шағын ғана мейрамханада күтті. «Кешіккен жоқпын ба?» деді Ақбаян. «Жоқ, мен ерте келдім». Данияр орнынан тұрып, оған орындық ұсынды. Осындай қарапайым әдептің өзі Ақбаянға ерекше әсер етті. Өйткені ол Ғалымжаннан мұндай кішкентай қамқорлықты көптен бері сезінбеген еді. «Ақбаян, иә, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді». Ақбаян үнсіз тыңдады. «Мен сіздің басыңыздан не өткенін толық білмеймін, бірақ сіздің жүрегіңізде ауыр жүк бар екенін сеземін». Ақбаян көзін төмен түсірді. «Мен әлде бұрынғы өмірімнен толық шыға алмадым». Данияр басын изеді. «Мен оны түсінемін. Кейбір адамдар айтады ғой, ұмытып кет, жаңа өмір баста» деп. Данияр жымиып: «Бірақ жүрекке бұйрық бере алмайсың». Ақбаянның көзіне жас толды. Өйткені ол алғаш рет оны түсінетін адамды кездестіргендей болды. Ал сол уақытта Ғалымжан мен Әсияның арасында тағы бір әңгіме болды. Әсия үнсіз отырып:
Ғалымжан, мен сізбен бақытты болғым келеді. Білемін, бірақ мен сіздің жүрегіңізде әлде Ақбаян бар екенін сеземін. Ғалымжан ашуланып. Неге бәрі Ақбаян туралы айта береді? Әсия оған қарады. Өйткені ол сіздің өткеніңіз ғана емес, ол сіздің өміріміздің жартысы. Бұл сөз Ғалымжанды ойландырып қойды. Мен оны сүймеймін, деді Ғалымжан. Әсия үнсіз қалды. Бірақ ол сөзін жалғастыра алмады. Өйткені кейде адам біреуді сүймей қалуы мүмкін, бірақ бірге өткізген жылдарын, ортақ естеліктерін жүрегінен өшіре алмайды. Бірнеше күннен кейін Ғалымжан Ақбаянның жұмыс орнына кездейсоқ келді. Ол оны көріп таң қалды. Ақбаян бұрынғыдай мұңайып отырған жоқ. Ол адамдармен сөйлесіп, күліп жүрді. Ғалымжан оны алыстан қарап тұрды. Сол сәтте оның есіне бір нәрсе түсті. Бір кездері ол осы күлкіні жақсы көретін. Ғалымжан? Ақбаян оның жанында тұрғанын байқап қалды. Не істеп жүрсің? Сені көргім келді. Ақбаян үнсіз қалды. Бұрын ол бұл сөзді естісе, жүрегі дүрсілдер еді. Қазір ол сабырлы болды. Неге? Ғалымжан жауап іздеді, бірақ өзі де нақты білмеді. Білмеймін. Ақбаян жай ғана басын изеді. Кейде адам жоғалтқан нәрсесін кеш түсінеді. Ғалымжан оған қарады. Сен мені кешіре аласың ба? Ақбаян ұзақ үнсіз тұрды. Кешіру ұмыту емес, Ғалымжан. Ол жай ғана айтты. Мен сені жек көрмеймін, бірақ бұрынғыдай өмір сүре алмаймын. Сол кеште Ғалымжан үйіне қайтып келе жатып көп ойланды. Ал Ақбаян Даниярмен қоштасқаннан кейін алғаш рет жүрегінде жеңілдік сезінді. Ол әлі жаңа махаббатқа дайын ба білмеді, бірақ бір нәрсені түсінді. Оның жүрегі қайтадан тіріле бастаған еді. Ал тағдырдың ең үлкен сынағы әлі алда болатын. Өйткені кейде адам жаңа бақытқа жақындаған сайын өткен өмір соңғы рет есігін қағады. Ғалымжан сол күннен кейін көп ойланды. Ол Ақбаянды көргенде бір түрлі сезімде қалды. Бұрын ол әйелінің жылағанын көретін, оның өзіне ренжігенін көретін, ал қазір Ақбаянның көзінде тыныштық бар еді. Ол енді Ғалымжаннан ештеңе күтпейтін. Міне, дәл осы нәрсе оған ауыр тиді. Өйткені адам кейде біреудің оны әлі де жақсы көріп тұрғанын сезінгенде, өзінің қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Ал Ақбаянның жүрегінде бұрынғыдай оған орын бар ма, жоқ па, оны Ғалымжан енді білмейтін. Сен соңғы кезде өзгеріп кеттің, деді бір күні Әсия. Ғалымжан үнсіз шай ішіп отырды. Бұрын сен тек болашақ туралы айтатынсың. Қазір де айтып жүрмін. Әсия басын шайқады. Жоқ, ол ауыр күрсінді. Қазір сен өткенімен күресіп жүрсің. Ғалымжан ашуланып кетті. Әсия, мен бәрін шештім. Мен Ақбаяннан кеттім. Кету басқа. Әсия оның көзіне қарады. Ал жүректен кету басқа. Бұл сөз Ғалымжанды үнсіз қалдырды. Сол күні Ғалымжан Ақбаянға барды. Ол есікті ашқанда таң қалды. Ғалымжан? Сөйлескін келеді. Ақбаян оны ішке кіргізді, бірақ бұрынғыдай қуанып қарсы алмады. Бұл Ғалымжанға қатты сезілді. Бұрын бұл үйде оның орны бар еді, ал қазір ол жай қонақ сияқты болатын. Ақбаян? Ғалымжан біраз үнсіз тұрды. Мен соңғы кезде көп ойландым. Ақбаян тыныш тыңдады. Мен саған көп нәрсе айттым. Мүмкін кейбір сөздермен қатты жараладым. Ақбаянның жанары өзгерді. Иә, жараладым. Ғалымжан төмен қарады. Мен сені ешқашан жаман әйел болдың деп ойлаған емеспін. Бірақ сүймейтінімді айттым. Бұл сөзден кейін бөлмеші тып-тыныш болып кетті. Ақбаян, адамдар кейде қателеседі. Иә, қателеседі. Ол сабырлы түрде жауап берді. Бірақ кейбір қателіктер адамның жүрегінде із қалдырады. Ғалымжан оған қарады. Сонда менің ешқандай мүмкіндігім жоқ па? Ақбаянның жүрегі ауырды. Өйткені ол бұл адамды 20 жыл жақсы көрді. Ол оны бір күнде бөтен адамға айналдыра алмады. Білмеймін, Ғалымжан. Ол алғаш рет шын жауап берді. Бұрын мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп ойладым. Кішкене кідірді. Бірақ қазір мен өзіммен өмір сүруді үйреніп жатырмын. Ғалымжан оның сөздерін тыңдап отырды. Ол Ақбаянның қаншалықты өзгергенін түсінді. Бұрын ол әйелін жоғалтып алудан қорықпайтын, өйткені Ақбаян әрқашан күтіп отыратын. Ал қазір ол алғашаш рет сол күту аяқталғанын сезді. Сол кеште Әсия Ғалымжанды күтті, бірақ ол келгенде оның жүзінен бәрін түсінді.
Сен оны көрдің бе? Ғалымжан үндемеді. Әсия көзін жұмды. Мен түсіндім. Әсия? Жоқ. Ол басын шайқады. Маған өтірік айтпаңыз. Оның көзінде жас пайда болды. Мен сізді жақсы көрдім. Бірақ мен біреудің орнын толтыру үшін келген адам болғым келмейді. Ғалымжан ауыр күрсінді. Ал Ақбаян сол түні Даниярмен кездесті. Олар жай ғана серуендеп жүрді. Данияр оның көңіл күйін байқап, Ғалымжанмен сөйлестіңіз бе? Ақбаян таң қалды. Қайдан білдіңіз? Көзімізден. Ақбаян жымиып. Сіз бәрін байқайды екенсіз. Данияр күлімсіреді. Кейбір адамдардың көзінде барлығы жазылып тұрады. Бір сәт екеуі үнсіз жүрді. Сосын Данияр ақырын айтты. Ақбаян, мен сізді асықтырғым келмейді. Ол тоқтады. Бірақ сіздің жүрегіңіз қайтадан бақытқа лайық екенін білсеңіз екен. Ақбаян оған қарады. Бұл сөздерде талап жоқ еді, қысым жоқ еді, тек шынайы қамқорлық бар еді. Ал Ғалымжан терезе алдында жалғыз тұрды. Ол бір кезде жаңа өмір бастаймын деп ойлаған. Бірақ қазір ол түсінді. Жаңа өмір бастау үшін ескі өмірдегі адамдарды ғана емес, өзімнің ішіндегі сезімдерді де аяқтау керек екен. Ал оның ең үлкен сынағы енді басталатын. Ғалымжан сол түні ұзақ ұйықтай алмады. Ол бұрынғыдай Әсияны ойлап, болашақ жоспарларын елестеткен жоқ. Оның ойында бір ғана нәрсе тұрды. Ақбаянның соңғы айтқан сөзі. Бұрын мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп ойладым. Бірақ қазір мен өзіммен өмір сүруді үйреніп жатырмын. Бұл сөздер оның жүрегіне ауыр тиді. Өйткені Ғалымжан алғаш рет Ақбаянның оған тәуелді емес екенін түсінді. Ол әйелін жоғалтқан жоқ. Ол оны өз қолымен алыстатқан еді. Таңертең Әсия үнсіз отырды. Бұрын ол Ғалымжан келгенде қуанып қарсы алатын, ал бүгін оның жүзінде қуаныш жоқ еді. Әсия? Иә? Неге үндемейсің? Әсия оған қарады. Мен шаршадым. Ғалымжан таң қалды. Неден? Әсияның көзіне жас толды. Үнемі бір нәрсемен күресуден. Біз бірге болу үшін күресіп жүрген жоқпыз ба? Әсия ақырын күлді. Жоқ, Ғалымжан. Ол басын шайқады. Мен сіздің өткеніңізбен күресіп жүрмін. Бұл сөз Ғалымжанға ауыр тиді. Ол өз сезімдерімен шатасып біткен еді. Сіз Ақбаянды сүймеймін, кек сені ғана сүйемін дегеніңізге сеніп қалдым. Мен қателесіппін. Әсия даусын бәсеңдетті. Бірақ сіз оны жай ғана өткен өміріміз деп қоя алмайды екенсіз. Ғалымжан үнсіз қалды. Өйткені бұл шындық еді. Ақбаян оның өткен өмірі ғана емес. Ол оның балаларының анасы, оның жастық шағы, оның жеңістері мен қиындықтарын бірге көрген адам еді. Бірнеше күн өтті. Ғалымжан Ақбаянға жазғысы келді, бірақ жазбады. Қоңырау шалғысы келді, бірақ тоқтады. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Бұрын ол Ақбаянның сезімін өзіне тиесілі нәрсе сияқты қабылдаған. Ал енді ол әйелдің таңдау жасауға құқығы бар екенін түсінді. Ал Ақбаянның өмірінде Даниярдың орны біртіндеп өзгере бастады. Олар жиі сөйлесетін болды. Бірақ Данияр ешқашан Ғалымжан туралы жаман айтпайтын. Бір күні Ақбаян: неге сіз менің өткен өмірім туралы ешқашан жаман пікір айтпайсыз? Данияр ойланып қалды. Өйткені ол сіздің өміріміздің бір бөлігі. Бірақ ол мені жаралады. Иә. Данияр басын изеді. Бірақ сіз сол жараларыңызбен де жақсы адам болып қала алдыңыз. Бұл сөз Ақбаянды толқытты. Сол күні Ақбаян балалармен сөйлесті. Олар әлі де ата-анасының ажырасуын қабылдай алмай жүреді. Анашым, әкем енді бізбен тұрмай ма? Бұл сұрақ Ақбаянның жүрегін ауыртты. Ол баласын құшақтап: кейде адамдардың жолы екіге бөлінеді. Бірақ әкем бізді жақсы көреді ме? Ақбаян көз жасын ұстап: иә, әкең сендерді әрқашан жақсы көреді. Ол Ғалымжанға деген ренішін балаларына көрсеткісі келмеді. Ал Ғалымжан бір күні кездейсоқ Даниярды көріп қалды. Ол Ақбаянмен сөйлесіп тұрған. Олардың арасында ерекше тыныштық бар еді. Ғалымжан алыстан қарап тұрды. Бұрын ол мұндай көрініске ашуланар еді, ал қазір ол қорқыныш сезінді. Өйткені Данияр Ақбаянға өзі бере алмаған нәрсені беріп жатқандай көрінді. Құрмет, тыңдау, жылулық. Кешке Ғалымжан Әсияға барды, бірақ бұл жолы ол шешіммен келді. Әсия, қыз оған қарады. Бізге сөйлесу керек. Әсияның жүрегі дір ете қалды. Ол осы сәттің келетінін сезген. Сіз кеткіңіз келе ме? Ғалымжан үндемеді. Кейде адамның үнсіздігі
кез келген сөзден анық болады. Ал Ақбаян сол түні терезе алдында тұрды. Бірнеше ай бұрын ол осы жерде жылап тұрған еді. Ал қазір оның жүрегінде бір сезім пайда болды. Үміт. Бірақ ол бұл жолы біреудің махаббатын күтпеді. Ол өз өмірінің қайта басталғанын сезді. Ғалымжан мен Әсия ұзақ уақыт үнсіз отырды. Екеуінің арасында бұрынғыдай жылулық жоқ еді. Бір кездері олар болашақты бірге елестеткен. Жаңа үй, жаңа өмір, жаңа бақыт. Бірақ қазір сол армандардың арасында айтылмаған шындық тұрды. Әсия, Ғалымжан ақырын сөйледі. Мен саған ренішпен немесе өкінішпен қарағым келмейді. Әсия көз жасын сүртті. Бірақ сенің жүрегіңде мен жалғыз емеспін. Ғалымжан үнсіз қалды. Бұл сөзге қарсы жауап таба алмады. Мен сенің өміріңе кездейсоқ кірген адам болғым келмейді. Әсияның дауысы дірілдеді. Мен біреудің орнына келген адам болғым келмейді. Ғалымжан алғаш рет Әсияның да қаншалықты ауыр жағдайға түскенін түсінді. Ол оны таңдадың деп ойлаған. Бірақ шын мәнінде ол екі адамның да жүрегіне жара салған еді. Мен сені ренжіткім келмеді. Әсия жай ғана күлді. Кейде адам әдейі жасамаса да біреуді жаралайды. Бұл сөз Ғалымжанның есінде қалды. Бірнеше күннен кейін Әсия шешім қабылдады. Ол Ғалымжаннан алыстағысы келді. Мен біраз уақытқа кетемін. Ғалымжан таң қалды. Қайда? Білмеймін. Әсия терең дем алды. Бірақ өзінде қайта табуым керек. Ғалымжан үндемеді. Ол бір кезде Ақбаянға дәл осындай сезім сыйлағанын енді түсініп келе жатты. Ал Ақбаян мен Даниярдың қарым-қатынасы жақындай түсті. Бірақ Ақбаян әлі де жүрегін толық аша алмады. Бір күні Данияр, сіз менен қорқасыз ба? Деп сұрады. Ақбаян таң қалып, неден? Менен емес. Данияр оған қарады. Қайтадан жақсы көріп қалудан. Ақбаян үнсіз қалды. Өйткені бұл сұрақ дәл жүрегіне тиген еді. Мен тағы да қателескім келмейді, деді Ақбаян. Неге? Өйткені мен бір рет бүкіл өмірімді бір адамға арнадым. Оның көзіне жас толды. Соңында сол адам менің жанымда болғысы келмейтінін айтты. Данияр тыныш қана тыңдады. Ол Ақбаянды жұбатуға асықпады, кек оны қолдауға тырысты. Ақбаян, иә, барлық адамдар Ғалымжан емес. Бұл сөз әйелдің жүрегіне жетті. Сол күні Данияр Ақбаянды үйіне шығарып салды. Есіктің алдында екеуі біраз үнсіз тұрды. Рахмет, деді Ақбаян. Не үшін? Мен асықтырмағаныңыз үшін. Данияр жымиды. Шынайы сезім асықпай келеді. Ал Ғалымжан сол түні жалғыз үйде отырды. Әсия жоқ, Ақбаян жоқ. Үй тым-тыныш еді. Ол алғаш рет жалғыздықтың қандай екенін сезінді. Бұрын ол Ақбаянның жанында өзін тұншығып жүргендей сезінетін. Ал қазір сол үйдің үнсіздігі оны қысып бара жатты. Ол телефонын алды. Ақбаянның нөміріне қарады. Бірнеше рет жазғысы келді. Бірақ тоқтады. Өйткені ол енді түсінді. Кейбір есіктерді өзің жапсаң, оны қайта ашуға екінші адамның рұқсаты керек. Келесі күні Ғалымжан Ақбаянмен кездесті. Сөйлесуге бола ма? Ақбаян оған қарады. Әрине. Олар тыныш жерде отырды. Ғалымжан ұзақ үнсіздіктен кейін, мен сені ұмыта алмай жүрмін. Сені әлде сүйеді екенмін. Ақбаянның жүрегі ауырды. Өйткені ол бұл сөзді ұзақ уақыт бойы күтті. Бірақ қазір бұл сөз бұрынғыдай қуаныш әкелмеді. Неге кеш қалдың? Ғалымжан оған қарады. Өйткені мен сені жоғалқанымды енді түсіндім. Мен адастым. Ақбаян ақырын жауап берді. Ғалымжан, иә, кейде адамды жоғалту емес. Ол кідірді. Оны бағаламағанын ең үлкен өкініш болады. Ғалымжан үндемей қалды. Ал Ақбаян алғаш рет өткеніне қарап жыламайтын болды. Өйткені оның алдында жаңа жол ашылып келе жатқан еді. Бірақ ол жолдың соңында не тұрғанын ол әлі білмейтін. Ғалымжан сол кездесуден кейін ұзақ уақыт ойға батты. Ақбаянның соңғы сөздері оның құлағынан кетпеді. Кейде адамды жоғалту емес, оны бағаламағаның ең үлкен өкініш болады. Бұрын ол өзін бақытсыз адаммын деп ойлаған. Ол Ақбаянмен өмірі тоқтап қалғандай сезінген. Бірақ қазір жалғыз қалған кезде бір нәрсені түсінді. Мәселе Ақбаянда емес еді. Мәселе оның өз жүрегінде еді. Ол бар нәрсенің қадірін жаңа нәрсеге қызыққан кезде ұмытып кеткен. Бір күні Ғалымжан балалармен кездесті.
Олар әкесін көргенде қуанды, бірақ балалардың көзіндегі мұңды ол бірден байқады. Әке, сіз қайтадан бізбен бірге тұрасыз ба? Бұл сұрақ Ғалымжанның жүрегін ауыртты. Ол баласына қарап үнсіз қалды. Бұрын ол бұл сұраққа сенімді жауап берер еді. Әрине, ал қазір ол өзінің жасаған таңдауын түсінді. Балам, кейде ересектер қателеседі. Бала оған қарап, сіз анамды жақсы білмей қалдыңыз ба? Ғалымжанның жүрегі шым етті. Өйткені бұл сұраққа жауап беру өте қиын еді. Ал Ақбаян болса өмірінде жаңа кезең басталып келе жатқанын сезді. Ол Даниярмен жиі кездесетін болды. Бірақ ол әлі де асықпады. Бір күні Данияр: Ақбаян, мен сізден ештеңе талап етпеймін. Неге? Өйткені сіздің жүрегіңізді қайта жаралағым келмейді. Ақбаян оған қарады. Сіз неге сонша сабырлысыз? Данияр жымиып: себебі мен де бір кездері жоғалтудың не екенін сезінгенмін. Осы сөзден кейін Ақбаян оның да өмірінде айтылмаған жарасы бар екенін түсінді. Сол күні олар ұзақ сөйлесті. Данияр өзінің өткенін алғаш рет ашты. Мен де бір кезде бәрін жоғалттым. Ақбаян үнсіз тыңдады. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Нені? Адам өмірінде екінші мүмкіндік әрқашан келе бермейді. Ол Ақбаянға қарады. Ал келген кезде оны қорқынышпен емес, жүрекпен қабылдау керек. Ал Ғалымжан болса Ақбаянның өмірінде Даниярдың пайда болғанын білді. Ол мұны ортақ таныстарынан да естіді. Өзі де көрді. Бір сәт оның ішінде қызғаныш пайда болды. Бірақ бұл жолы ол ашулана алмады. Өйткені ол кімнің кінәлі екенін білді. Өзі. Кешке Ғалымжан Әсияға хабарласты. Қалайсың? Әсия біраз үнсіз қалды. Жақсым. Оның дауысы бұрынғыдай емес еді. Сабырлы, өзгерген. Мен сенен кешірім сұрағым келеді. Әсия күрсінді. Не үшін? Мен сені өзінің бос орныңды толтыратын адам сияқты қабылдадым. Әсия үнсіз қалды. Мен саған жаңа өмір берем деп ойладым. Бірақ өзім ескі өмірімді аяқтамаған екенмін. Бұл сөз Әсия үшін де ауыр болды. Бірақ ол алғаш рет Ғалымжанның шынайы сөйлеп тұрғанын сезді. Бірнеше күннен кейін Ғалымжан Ақбаянға тағы келді. Бұл жолы ол оны қайтаруға емес, шындықты айтуға келген еді. Ақбаян, иә, мен сені әлі де бағалаймын. Ақбаян үндемеді. Бірақ мен сенен бұрынғыдай мені күт деп сұрамаймын. Бұл сөз Ақбаянды таңғалдырды. Неге? Ғалымжан ауыр күрсінді. Өйткені сен бақытты болуға лайықсың. Ақбаян оның көзіне қарады. Бір кездері ол осы сөзді естуді армандаған, бірақ өмір өзгеріп кеткен еді. Сол түні Ақбаян Даниярмен сөйлесті. Бүгін Ғалымжан келді. Данияр үнсіз тыңдады. Ол өзгерген сияқты. Ал сіз ше? Ақбаян ойланып қалды. Мен білмеймін. Данияр жай ғана. Сізге таңдау жасау керек емес. Ақбаян таңғалды. Қалай? Алдымен өз жүрегіңізді тыңдаңыз. Ақбаян сол түні ұзақ ойланды. Бір жағында 20 жылдық өмірі, екінші жағында жаңа сезім. Бірақ ең маңыздысы, ол енді бұрынғы Ақбаян емес еді. Ол енді өзін жоғалтып алатын әйел болмайтын, ал тағдыр оның алдына ең қиын таңдауды дайындап келе жатты. Ақбаян соңғы күндері көп ойланды. Ғалымжанның өзгергенін ол да байқап жүрді. Бұрын ол күйеуінің артынан жүгіретін, оның көңілін табуға тырысатын, оның бір жылы сөзі үшін барын салатын. Ал қазір ол жай ғана сырттан қарап тұрды. Өйткені жүрекке түскен жара жазылғанымен оның ізі қалады. Бір күні Ғалымжан Ақбаянға телефон соқты. Ақбаян, кездесуге бола ма? Оның даусында бұрынғы сенімділік жоқ еді. Тек шаршаған адамның үні бар. Жақсы. Қайда кездесеміз? Олар бұрын жиі баратын саябақта кездесті. Бұл жерде олардың талай естелігі бар еді. Бірінші кездесуі, алғашқы қуаныштары, балалармен бірге жүрген күндері. Ғалымжан айналаға қарап. Есінде ме? Біз осы жерде балаларды алғаш серуендеткен едік. Ақбаян жымиып. Иә, ол кезде біз өте бақытты едік. Ғалымжан оған қарады. Мен сол бақыттың қадірін білмеппін. Біраз үнсіздіктен кейін Ғалымжан. Мені күттеп сұрамаймын дегенім есімде, бірақ мен сені қайтарғым келеді. Ақбаянның жүрегі бір сәтке дір ете қалды. Өйткені ол бұл сөзді бұрын талай рет армандаған, бірақ қазір ол бұрынғыдай қуана алмады. Ғалымжан, иә, сен мені не үшін қайтарғың келеді? Ол таңғалды. Өйткені мен сені жоғалтқым келмейді. Ақбаян басын шайқады.
Бұл махаббат па? Ғалымжан үнсіз қалды. Әлде жалғыздықтан қорқу ма? Бұл сұрақ оған ауыр тиді. Өйткені ол өзі де нақты жауап білмейтін. Ақбаян ақырын жалғастырды. Сен мені шынымен сағындың ба? Иә. Әлде менің сенсіз өмір сүре алғаныма қиналып жүрсің бе? Ғалымжан жауап бере алмады. Сол сәтте ол түсінді. Ол Ақбаянмен қайта қосылғысы келген, бірақ бұрынғыдай емес. Ол оның жанындағы жылуды, тыныштықты, үйдің берекесін сағынған. Ал бұл сезім махаббат па? Әлде жоғалтқан нәрсесіне деген өкініш пе? Оны өзі де ажырата алмады. Ал Ақбаянның өмірінде Даниярдың орны күн сайын маңызды бола бастады. Данияр оған ешқашан мені таңда деп қысым жасамады. Ол тек жанында болды. Бір күні олар жаңғыр астында келе жатты. Ақбаян, иә, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Ақбаян оған қарады. Айтыңыз. Данияр біраз кідірді. Мен сізді жақсы көріп қалдым. Ақбаянның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бұл сөзден қорықты. Өйткені махаббат оған бұрын ауырсыну әкелген еді. Данияр, мен білемін. Ол оның сөзін бөлді. Сіз дайын емессіз. Ақбаян үнсіз қалды. Мен сізден қазір жауап күтпеймін. Данияр жымиды. Тек бір нәрсені біліңіз. Сізді біреу қайтадан жаралайды деп қорқып, бақыттан бас тартпаңыз. Ал Ғалымжан сол күні Әсиямен соңғы рет сөйлесті. Мен саған әділетсіз болдым. Әсия оның жүзіне қарады. Мен де көп нәрсені түсіндім. Сен мені жек көресің бе? Әсия ақырын күлді. Жоқ. Ол басын шайқады. Кейде адамды жек көру үшін де жүректе орын керек. Ғалымжан оның сөзін түсінді. Олардың арасындағы сезім де аяқталған еді. Бірнеше күннен кейін Ғалымжан мен Ақбаян тағы кездесті. Бұл жолы Ақбаянның жүзінде шешім бар еді. Мен сені кешірдім, Ғалымжан. Оның жүрегі дір етті. Сонда біз... Ақбаян ақырын басын шайқады. Кешіру қайта оралу деген емес. Ғалымжанның көзіне жас келді. Өйткені ол ең маңызды нәрсені енді түсінді. Кейбір адамдарды жоғалтқаннан кейін қайтаруға болады, ал кейбір жүректерді уақытында бағалау керек. Ақбаян сол күні үйіне қайтып келе жатып ұзақ ойланды. Оның алдында жаңа өмір тұрды. Бірақ жаңа өмірге қадам басу үшін өткенмен қоштасу керек еді. Ал оның жүрегінде бір сұрақ қалды. Мен қайтадан сүюге дайынмын ба? Ақбаян сол күннен кейін көп ойланды. Ғалымжанды кешірді, бірақ жүрегіндегі бұрынғы сезімнің қайтып келмегенін де түсінді. Ол 20 жылдық өмірін жоққа шығарғысы келмеді. Ғалымжан оның балаларының әкесі еді. Олардың бірге өткізген күндері көп болатын. Бірақ кейде адам біреуді жақсы адам ретінде сыйлай алады, ал бұрынғыдай жар ретінде сүйе алмайды. Данияр. Ақбаянды асықтырмады. Ол күн сайын хабарласпады. Әр кездескен сайын сезімін қайта-қайта айтпады. Тек жанында болды. Осы қасиеті Ақбаянға ерекше әсер етті. Бір күні ол Даниярға, «Сіз неге мені күтіп жүрсіз?» деп сұрады. Данияр оған қарап, «Мен сізді күтіп жүрген жоқпын». Ақбаян таңғалды. «Сонда, мен сізбен бірге бір жолда келе жатырмын». Ол жымиып, «Ал қай жерге жететімізді уақыт көрсетеді». Бұл сөз Ақбаянға қатты әсер етті. Өйткені Ғалымжанмен бірге болған жылдары ол үнемі біреуді ұстап қалуға тырысқан. Ал Данияр оның жанында өзін дәлелдеуді талап етпеді. Ол жай ғана оны қабылдады. Бірақ Ақбаянның ішінде әлде қорқыныш бар еді. Бір кеште ол Даниярға, «Мен сізге әділетсіз болып қаламын ба деп қорқамын». Данияр тамырқап, «Неге?» «Өйткені менің жүрегімде өткен өмірім бар». Данияр ақырын жауап берді. «Ақбаян, өткенсіз адам болмайды». Ол біраз үнсіз қалды. «Маған сіздің бұрын кім болғаныңыз емес, қазір қандай адам екеніңіз маңызды». Ал Ғалымжан болса, жалғыз өмірге үйрене алмай жүрді. Бір кездері ол үйден кетуді еркіндік деп ойлаған. Бірақ қазір ол үлкен үйде жалғыз отырды. Ешкім шай ішесің бе деп сұрамайды. Ешкім оның шаршағанын байқамайды. Ешкім оны үнсіз түсінбейді. Ол бұрын Ақбаянның жасағандарының бәрін қарапайым нәрсе деп қабылдаған. Ал енді олардың қаншалықты қымбат екенін түсінді. Ал Ақбаян мен Даниярдың арасында бір ерекше сәт болды. Олар кешкі қалада серуендеп жүрді. Ақбаян, «Иә, сіз қазір бақыттысыз ба?» Ақбаян ойланып қалды. Бұрын ол бұл сұраққа бірден жауап бере алмайтын.
Ал қазір? Иә. Данияр оған қарады. Неге? Ақбаян жай ғана жымиды. Өйткені мен енді біреудің мені таңдауын күтпеймін. Ол терең дем алды. Мен өзімді таңдадым. Даниярдың көзінде жылылық пайда болды. Өйткені ол дәл осы сәтті күткен. Ақбаянның оны біреудің орнына емес, өз жүрегімен қабылдауын. Кешке Ғалымжан терезеден қалаға қарап тұрды. Ол бір кезде мен бақытты болғым келеді деп Ақбаяннан алыстаған еді. Ал енді ол түсінді. Бақытты болу үшін біреудің жүрегін сындыру міндетті емес еді. Ал Ақбаян үшін жаңа өмір басталып келе жатты. Ол үшін жаңа махаббатқа сену үшін ескі жаралардың бәрін емдеу керек болатын. Арада жарты жыл өтті. Уақыт ешкімді күтпейді. Бірақ уақыт адамның жарасын емдей алады екен. Ақбаян да өзгерді. Бір кездері ол әр таңын көз жасымен қарсы алатын. Ғалымжанның қайтып келуін күтетін. Ал қазір ол таңды күлімсіреп қарсы алатын болды. Өйткені енді оның бақыты бір адамға ғана тәуелді емес еді. Бір күні Ғалымжан Ақбаянға хабарласты. Сәлем Ақбаян. Сәлем. Кездесуге бола ма? Ақбаян бір сәт ойланып, жақсы. Олар бұрын бірге көп бардан саябақта кездесті. Бұл жолы екеуі де сабырлы еді. Ашу жоқ, өкпе жоқ. Тек өткен өмірдің естеліктері ғана қалды. Ғалымжан ұзақ үнсіз отырды, сосын ақырын сөйледі. Мен саған соңғы рет рахмет айтқым келді. Ақбаян таңырқай қарады. Рахмет? Иә. Ол күлімсіреуге тырысты. Сен маған жақсы жар болдым, жақсы ана болдым, жақсы дос болдым. Ал мен соны тым кеш түсіндім. Ақбаян үнсіз тыңдап отырды. Ғалымжан сөзін жалғастырды. Бұрын мен бақытты болу үшін басқа адам керек деп ойладым. Бірақ адам өз жүрегіндегі олқылықты ешкіммен толтыра алмайды екен. Мен өз қателігімнің бағасын төледім. Ақбаян терең дем алды. Мен де саған бір нәрсе айтқым келеді. Ғалымжан үнсіз басын изеді. Егер сен сол кезде кетпегенде, мүмкін мен ешқашан өзіңді таба алмас едім. Ғалымжан оған тамырқай қарады. Сенің кеткенің мен үшін өмірімдегі ең ауыр соққы болды. Бірақ сол соққы мені күштірек етті. Мен өзімді қайта таныдым. Мен енді ешкім үшін өзімді жоғалтпаймын. Ғалымжанның көзіне жас келді. Сен шынымен бақыттысың ба? Ақбаян жымиып, иә. Бұл жолы оның жауабы еш күмәнсіз шықты. Дәл сол сәтте саябаққа Данияр келді. Ол алыстан тоқтап қалды. Ғалымжан оған қарап жымиды. Баяу ғана Ақбаянға бұрылды. Бар. Ақбаян үнсіз тұрды. Ол сені күтіп тұр. Ғалымжанның даусында өкініш болғанымен қызғаныш жоқ еді. Ақбаян орнынан тұрды, бірақ кетер алдында, Ғалымжан, иә, саған да бақыт тілеймін. Бұл сөзді ол жүрегімен айтты, өйткені ол кешірген еді, толық кешірген еді. Ақбаян Даниярдың жанына келді. Күттіріп қойдың ба? Данияр күлімсіреп, жоқ, мен сенің өткеніңмен қоштасуыңды күттім. Ақбаянның көзіне тағы да жас келді, бірақ бұл жолы ол мұңның жасы емес еді. Данияр оның қолынан ұстады. Ақбаян, иә, мен саған ешқашан менсіз өмір сүре алмайсың демеймін. Мен тек өміріңнің әр күнінде жаныңнан табылуға тырысамын. Ақбаян күлімсіреді. Осы сөздерді ол бүкіл өмірі бойы естуді армандағанын енді ғана түсінді. Ғалымжан олардың алыстап бара жатқанын үнсіз бақылап тұрды. Бір кезде дәл осы әйел оның бүкіл әлемі болған, бірақ ол оны уақытында бағалай алмады. Ол көзін жұмып ішінен «Бақытты бол, Ақбаян», деді. Бұл оның махаббатпен айтқан соңғы сөз еді. Арада бір жыл өтті. Ақбаян мен Данияр шаңырақ көтерген жоқ. Олар алдымен балалардың жаңа өмірге бейімделуін күтті. Данияр ешқашан олардың әкесінің орнын басуға тырыспады. Керісінше, балаларға сендердің әкелерін біреу ғана, ол Ғалымжан деп айтып жүрді. Сол үшін балалар да Даниярды құрметтей бастады. Жексенбі сайын Ғалымжан балаларын алып кететін. Олар бірге қыдырып, киноға барып, уақыт өткізетін. Ғалымжан енді жақсы әке болуға тырысатын. Өткенді өзгерте алмаса да, балаларының болашағына жауапты екенін түсінген еді. Бір күні қызы анасынан: «Анашым, біз енді бақыттымыз ба?» деп сұрады. Ақбаян қызын құшағына қысып: «Иә қызым, бақыт деген бәрінен бір үйде тұру емес. Бақыт деген бір-бірімізді ренжітпей, сыйлап өмір сүру». Сол сәтте Данияр дастархан жайып жүрді.
Балалар оған күлімсіреп көмектесіп жатты. Ал Ғалымжан балаларды кешке алып кетуге келгенде Ақбаян екеуі бір-біріне жылы амандасып, сабырмен сөйлесті. Екеуі енді ерлі зайыпты емес еді. Бірақ олар өмір бойы балаларының әкесі мен анасы болып қала беретіндерін түсінді. Ақбаян терезеден балаларының күлкісін тыңдап тұрып күлімсіреді. Өйткені ол енді шынайы бақыттың махаббатта ғана емес, балалардың амандығында, жүректегі тыныштықта және өзінді жоғалтпай өмір сүруде екенін түсінген еді. Соңы. Құрметті тыңдарман, осы әсерлі оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Егер Ақбаянның тағдыры сізді толғандырса, өмірден алар сабағыңыз болса, пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Арнамызға жазылып, бейнебаянда лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздерді жүрекке жететін жаңа, әсерлі әңгімелер мен өмірден алынған тағдырлы оқиғалар күтіп тұр. Баршаңызға, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық, өміріңізге шынайы махаббат пен баянды бақыт тілейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.